Сәлем достар, сіздермен бірге Нұрлан, және бүгінгі видеода біз өзіміздің ауылымызға оралатын боламыз. Мен ойбай, еман, машинам бытыш болып кетті ғой. Бүгінгі видеода біз мен қаладан келген болатынмын. Мына жерге асфальт сақ қойыпты, кәдімгі, бірақ мына жерді дұрыстап салмаған ба, бірдеңке ғой, достар. Дұрыс аяқтамаған ба, бит мен үйіме дейін бит қойып қойса болады ғой асфальтшы. Так, кішкене енді. Так, енді достар, енді білмеймін енді. Осы ауылға келген болатынбыз, енді осы ауылға барып келдік, өзіміздің ауылымызға. Машина мына жерге қойып қояйын, үйім жаныма. Үйіме кірейін барып. Так, мен ауылда уже где-то бір айдай болмаған сияқтымын ғой. Где-то бір айдай болмадым. Так, мен ноутбугым бәрі тұр, тып-тыныш, ешкім ештеңе ұрламапты. Чо там жетел, қалың қалай? Нормаль, Нұрлан, чо там, келдің ба қаладан? Я, келдім сол қаладан. Манау, әлі тұрман, әлі ешкім сындырмаған ба? Я, сол ешкім сындырмады. Нұрлан, сен ше, неғып кеп ағансың, еманы? Құмаш неғып кеп ағансың, мен ауылым осы сияқты тұрдым, сендерді неше рет қорадым, неше рет сендермен бірге жүрдім, неше рет семен сөйлестім, жалпылама. Немен жақтырмай тұрсың ба не? Нұрлан, білесің ба, ауылдан тағы да бірдеңе пайда болды ғой сен жоқ кезде? Не пайда болды соншама? Жетіл өліп қалды ғой. Жетілді байқаусынан өлтіп қойдық. Жетіл тұр давай. Тұр жетіл. Ойбай. Жетіл. Тұр жетіл. Жетіл тұр. Тұр жетіл. Жетіл тұрғыз оламыз. Жетіл тұр. Жетіл. Міне жетіл. Жетіл не? Достар, мен уйытса болып өткен ба, не болып өткен? Жарайдан қоя тұрымдар, басқа бір үйлерге барып қайтайық. Басқа жетілерге барып қайтайық. Так. На жерде ешкім жинамаған ба, мен жоқ кезден, басқа жетілердің бәрі қайды, достар? Достар, басқа жетілер жоқ қо, прикиньте, Бірде-бір жетіл жоқ қо? Бірде-бір жетіл жоқ қой, жетілге барайық қайттан, жалғыз жетіл ғой. Жетіл. Нұрлан, саған айтайын деген біздің деревняда маньяк пайда болды, білесің ба? Қойшы, біздің деревняда маньяк пайда болды ма? Бәсе, ешкім жоқ қой, бәрін өлтіріп тастаған болсам да, сен ғана қалғансың ба? Сол мен қорқып жүрмін, енді білмеймін, Нұрлан, сен енді мен өлтірмей тұрып, сен енді сол маньякты құртса енді. Басқа жетілер жоқ мына деревняда. Мен ғана, сен ғана, енді маньяк қана, не істейміз енді? Может, маньякты ұстап аламыз? Маньяк қаяқта тұрады екен, білмей вообще. Достар, сіздер не деп ойлайсыздар? Біздің деревняда маньяк пайда болыпты. Біздің жетілдің айту бойынша бүкіл жетілдер жоқ. Кетіп баған ба, өліп баған ба, білмеймін, достар. Бәрін өлтіріп қырып жойған секілді ғой мына маньякшы. Монстр ма, бірдеңке секілді ғой, достар. Өйткені маньяктың өзі бүкіл адамдарды бір айдың ішінде өлтіру деген мүмкін емес қой. Бір ай ғана болмадым ғой. Мен жоқ едім. Бүкіл өліп қап, тіріліп, білмеймін, бір енді зомби апокалипсис болып кетіп, бұлар мынау не, достар? Мынау не? Достар, мынау не зат вообще? Мына жердің бәрі қан ғой. Мына жерге кіреміз ғой, достар. Достар. Мынау солдат қой, мынау Мынау Стив досым ғой менің, Блин, мен шошқам ғой. Мен шошқам, Джозеф. Джозефті өлтіріп тастапты, достар. Достар. Менің Джозеф досым ғой, достар. Джозефті өлтіріп тастапты. Мына монстрдың бұтысын шығарамын. Стейси ғой, Стейси. Стейсиді өлтіріп тастапты ғой. Ішқанын ақтарып тұрып, бұтысын шығарып тастапты. Мына жерін сасығын. Достар, мынау үші мен тура үйімнің астына ғой. Үйім астыман аяқта монстр поселяться еткен ба, бірдеңке ғой. Достар, мына зомбиді мынау монстрды қалай ұстаймыз енді? Сасып кетті, әлі жүрегім айнап жатыр, достар. Достар, мына енді монстр мүмкін кешке таман келер өзінің үйіне. Мүмкін біз оған кешке таман келерміз, түн болған кезде үйіне барып,
ана біздің мен үйім ғой енді, мен үйім астына поселяться етіп алған ғой. Ана жителдер база жоқ енді, база жоқ, жителдер енді айта алмадым мен достар. Кәдімгідей бәрін өлтіріп тастапты оны маньяк. Бірақ жителдердің денелері болмады ғой. Жителдердің денелері қайда екен достар? Может жителдерді өлтіріп бәрін сатып жіберген шығар я. Ойбай, жителдердің андай үстіне киімдерін сатып жіберіп, полный сатып жіберіп, олардың бытшын шығарған секілді ғой. База жоқ енді, айта алмадым мана монстрды ше достар. Енді сіздер өздеріңіз не ойлайсыздар, комментарийға жазып салыңыздар. Давайте достар, сіздерге айтарымды айттым, енді білмеймін енді не істейтін, қазір көретін боламыз. Түнде мүмкін үйіне келеді, сол түнде мүмкін оны ұстап алармыз. Ал енді сіздер қазір маған достар подписка жасап, осы видеоға лайк басып, сіздер мені қолдап кетсіңіздер достар. 20 мың подписчикқа кішкене қалды, 13 мың подписчик болдық, 7 мың подписчик қалды, 20 мың подписчик боламыз. 20 мың подписчик болған соң сразу енді білмеймін не істейтінімізді. Айтпақшы еще достар, менің жағыма менімен бірге түсіретін тағы да бір ютубер керек достар. Сондықтан сіздер сонда бір ютубер болсаңыздар, менің жағыма бірге түсірейік. Давайте мен телеграмыма, там дискордыма жазсаңыздар, смело жауап беретін боламын. Давайте достар, бірге түсірейік, бірге 20 мыңға жетейік, бірге там подписчик істеп жаз бойы түсіретін боламын видеолар. Жаз бойы сол кезде мен жағыма бір адам керек. Енді білмеймін енді кім болады, енді өздеріңіз енді жазыңыздар, енді көреміз. Так, енді давайте енді кішкене кешке таман күте тұрайық, а пока что мен сіздерге видео жасай тұрайын. Так, Майнкрафтты ашамыз. Бірдеңге дауыстар шығып жатыр ғой что-то достар. Әлі түн болған жоқ достар, бірақ мен уже бір видео салып қойдым. И короче, ол видеоны көріп кетсеңіздер болады менің арнамда. Короче, жазуды ұмытпаңыздар. Осы видеоны көріп кеткен соң басқа видеоларды да көруді ұмытпаңыздар. И короче, что-то үйдің астында бір дыбыстар шығып жатыр ма, сыбыстар шығып жатыр ма? Думаю, бір қарап шығу керек бізге. Ол үшін біз өзіміздің акын аламыз, өзіміздің осындай мынаны аламыз, короче, топорымызды алып аламыз, короче. На всякий случай, бір маньяктар оқпаса, бірдеңке оқпаса, біз сосын өлтіріп тастап. Достар. Мынандай болған жоқ сияқты еді ғой ана. Тесікте болған жоқ. Мынау не машина достар? Қандай машина достар? Комментарийға жазып жіберіңіздерші. Бірақ вроде бұл қымбат машина сияқты ғой. Тез жүретін еще қымбат машина секілді. Ал мына жерде бір тесік тұр. Достар, мынау не? Мынау не достар? Достар, мынау не болды достар? Мынау жаңағы маньяк қой. Мынау қараңдар, мынандай заттар шықты. Көз шықты, мынау не мынау? Достар. Мына жақып тұста көріп қой мынаның бәрін. Көріңдер ма достар? Бір какой-то маньяк. Мынандай машина алып кепті. Ұрлап алды ғой дейм достар. Ұрлап алған сияқты ғой достар. База жоқ, мынау қандай машина екен достар? Мана маньяк өлтіріп тастағансың ғой. Житель, маньяк тауып алдым ғой. Чо там? Ана маньяк бар емес па? Мен үйім астында отыр екен, короче, еще адамдар өлтірген труптары, сондайлар, короче, тұр екен. Прикинь. Қош, тұрлап, прикинь, сен үйін астында болды ма не? Житель, вообще анау шокта болып тұрмын да. Именно мен үйдің астында болу керек да. Ол да ше бір үйдің астында, ана үйдің астында, мына Lucky Block'ның үйдің астында болу жоқ та. Именно мен кузницаның астында болу керек. Енді сен білмеймін ғой, енді может сені өлтіргенсен кейін шығар. Прикинь, мені өлтірсе база жоқ достар енді. Ал енді достар, осы мен видеомды аяқтаймын деп шештім. Сондықтан мен видеома лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де мен арнама подписаться жасап қойыңыздар. Сосын мен 20 мың подписчикқа жетем. 20 мың подписчикқа жетсек күшті болады, короче. Все, давайте, сіздермен болған Нұрлан, және бүгінгі видео аяқтаймын.